Нұр Отан партиясы облыстық филиалының қарамағындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңес пен партиялық бақылау комиссиясының құрамы өзгерді. Мұнымен қатар саяси кеңес бюросының отырысында партиялық жобалардың іске асуы мен партияның облыстық филиал төрағасы жүктеген тапсырмалардың орындалу барысы талқыға түсті. Нұр Отан партиясының облыстық филиалы саяси кеңес бюросының отырысы өңір жетекшісі Ерік Сұлтановтың төрағалығымен өтті. Күн тәртібінде қарастырылған алғашқы сұрақ Нұр Отан партиясы Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының төрағасы Ерік Хамзалы тапсырған міндеттердің орындалуы турасында болды. Қазіргі таңда партияның 15 аумақтық филиалы бар, ал партия мүшелерінің саны облыс бойынша 39 мыңнан асады. Оның 1% шағын және орта бизнес өкілдері. Қызылжарлық партия мүшелерінің 146-сы бизнес өкілі болса, Тайынша ауданының 70 бизнесмені партия мүшелігіне енген. Аумақтық филиалдарда атқарылып жатқан жұмыс жайлы төраға орынбасарлары мен аудан әкімдері баяндады. Нұр Отан партиясында жеке адамдардың мәселелерін шешіп, қызығушылықтарын қорғайтын 12 жоба қолға алынған. Партияның Ғабит Мүсірепов аудандық филиалы аталмыш жобалар аясында бірқатар жұмыс атқарып келеді. Жергілікті саяси кеңес бюросы мониторинг жариялап, жоспардың орындалуын қатаң бақылауда ұстайды. Ауданның мүмкіндігі шектеулі тұрғындары да партия мүшелерінің назарына алынған. Значительная работа проводится по вовлечению. Кедергісіз келешек жобасының аясында ауданымызда бірталай жұмыстар атқарылуда. 2014 жылы 17 адам жұмысқа алынса, 2015 жылы 15 мүгедек тұрақты жұмыс орнымен қамтылды. Мүгедек балаларды оқытуда басты назарға алынған. Қазіргі таңда ауданымызда 35 бүлдіршін арнайы білім ордасында оқып жатыр. Бірінші, екінші топтағы мүгедектер депутаттық корпусқа бекітілген. Олар мониторинг өткізіп, кездесу барысында бар мәселелерді шешуге тырысады. Партия бекіткен міндеттердің Тимирязев ауданында іске асырылу қарқыны жайлы Еркін Базарханов мәлімдеді. Ауданда біздің ауыл, кедергісіз келешек, мықты бизнес, қуатты мемлекет сынды бірнеше жобалар қолға алынған. Жастарды партия мүшелігіне тарту жұмыстары да белсенді жүргізілуде. Жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға әлеуметтік қолдау көрсету мақсатында бақытты балалық жобасы жұмыс істейді. Тайынша аудандық партиясына 3386 адам мүшелік етеді. Олар 53 бастауыш партиялық ұйымдарға біріктірілген. Партия мүшелерінің біраз бөлігін денсаулық сақтау және білім саласының мамандары құрайды. Тайыншалықтар жемқорлықтың алдын алуға баса назар аударады. В текущем году проведено 2 заседания общественного совета. Аудандық партия филиалының қарамағында жемқорлықтың алдын алуға бағытталған қоғамдық кеңес құрылған. Жыл басынан бері біз 2 отырыс өткізді. Қоғамдық кеңес мүшелері азаматтарды қабылдап, жұмыс нәтижелері жергілікті газетте жарияланады. Партияның Есіл аудандық филиалы болса, жыл басынан бері 5 рет саяси кеңес бюро отырысын өткізіпті. Кездесу барысында партия мүшелері 5 өзекті мәселені қарастырған. Отырыс барысында Нұр Отан партиясының облыстық филиалы қарамағындағы жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңес пен партиялық бақылау комиссиясының құрамына өзгеріс енгізілді. Сондай-ақ бірнеше солтүстік қазақстандыққа Қазақстан Республикасы президентін сайлау науқаны барысында белсенділік танытқаны үшін елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың атынан алғыс жарияланды. Фариза Жазитова, Орал Амренов, ақпарат.